Сәлем достар, бүгінгі сабақта біз қазақ тіліндегі нақ осы шақ, қазір болып жатқан іс-әрекетті қалай атаймыз? Сол туралы сөз етейік. Бізге керек мындай көмекші сөздер. Жатыр, отыр, тұр. Бұл негізгі етістікке көмекші етістік болып жалғанады. Олар бір мағына береді. Мысалы, далада Айдос ойнап отыр. На улице Айдос играется. Қазіргі сәт, қазір болып жатыр. Біз достармен үйге келе жатырмыз. Мы с друзьями идем домой. Идем. Данное время. Қазіргі сәт келе жатырмыз. Қызым сабақ оқып отыр. Моя дочь учит уроки. Қазіргі сәт. Бұл болып жатқан қазіргі іс-әрекет. Осындай сөздермен біз нақ осы шақ және осы шақты жасай аламыз. Ал енді нақты мысалдармен салыстырып тақырыпты бекітейік. Бірінші бағанда осы шақ нақ осы шақ, келесі бағанда ауыспалы осы шақ немесе келер шақ берілген. Мерей кітап оқып отыр. Мерей кешке кітап оқиды. Үстел үстінде бірнеше кітап жатыр. Мен ертең кеш жатамын. Сыртта балалардың дауыстары естіліп тұр. Ол есейгенде инженер болады. Келесі мысал, жұлдыздар құлап жатыр. Звезды падают. То есть в данное время падают. Қазір құлап жатыр. Келесі жұмбақ, загадка, шие бел, қылқа мойын, қара батыр, қара тауды арқалап бара жатыр. Бұл не? Что это? Если вы заметили по картинке, это муравей. Құмырсқа. Здесь глагол настоящего времени – это арқалап бара жатыр. А теперь по картинке определим, какое это действие. Қандай іс-әрекет? Бірінші. Тамақ пісіріп жатыр. Готовит еду. Екінші. Сурет салып жатыр. Сурет салып отыр. Үшінші. Ән айтып жатыр. Ән айтып отыр. Как вы видите, действие происходит в данный момент. Нақ осы шақ. Дәл қазір болып жатқан әрекет. Күрделі нақ осы шақ. Сложное настоящее время. Тут используются суффиксы и окончания. Бұл жерде біз етістікке арнайы жұрнақтар жалғап, жалғаулар жалғаймыз. Мысалы, мен киім тігіп жатырмын. Я шью одежду. Екінші жақ, сен асығып отырсың. Ты спешишь. Сіз күліп отырсыз ба? Вы смеетесь? В третьем лице окончания не добавляются. Міне бұл мысалдан қандай жұрнақпен жалғау жалғанатын көре аласыздар. Здесь вы можете увидеть, какие суффиксы и окончания добавляются. А теперь давайте посмотрим на два вида настоящего времени. Сложное и простое. Нақ осы шақ жай және күрделі нақ осы шақ болып бөлінеді. Соны тауып көрейік. Если в предложении есть главный глагол и вспомогательный, то это будет күрделі нақ осы шақ. Если только один глагол, то жай нақ осы шақ. Егер видеомыз ұнаса, лайк пен пікір қалдырыңыздар. Қазақ тілін бізбен бірге үйреніңіздер.